Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары, кезекті жаңа тарауымызды бастаймыз. Unit 2 Spots, яғни екінші тарау Spots деп аталады бізде, және бүгінгі сабағымыз тақырыбы Adjectives, сын есімдер деп аталады. Жаңа сабақта бастамас бұрын осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Және де сіздерге бір лайфхак дейміз ғой. Өтілмеген сабақты бір күн бұрын көріп, алдын ала көріп алып, жауаптармен, жаттығудың жасалу жолымен танысып болып, егер жаңағы осы сабақ өтілген кезде, сол сабақта сіздер белсенді болып отыратын болсаңыздар, сол сабақта сіздер жақсы формативті баға ала аласыздар. Сондықтан сіздер өтілмеген сабақты көріп, түсініп алуға тырысыңыздар, окей? Exercise 1. Do the adjective treasure hunt. Check the meanings of the adjectives. Яғни бізде 13-ші беттегі Adjective treasure hunt бойынша find the answer to the clues 1 to 10, then write the secret object with the red letter in each answer. Бұл тапсырмада біз мына берілген анықтама бойынша суреттерді сәйкестендіруіміз қажет, және де әр суретте мына қызылмен берілген сөздерді мынау кестеге жазып отырсақ, бізде құпия заттың атауы шығады. Let's begin. Және бұл жерде көппен берілген сын есімдер. Осы сын есімдердің аудармасын білмесеңіздер, міне жазып қойдым, сөздік дәптерге жазып жаттаңыздар. The first, expensive, қымбат, terrible, сұмдық, қорқынышты деген сөз, popular, танымал, boring, қызықсыз, interesting, қызықты, difficult, қиын, cheap, арзан, easy, оңай, жеңіл, great, тамаша, керемет, unpopular, танымал емес. Сонымен let's match, яғни анықтамалар мен суреттерді сәйкестендіретін болсақ, an expensive car, қымбат көлік, a Ferrari, yes, Ferrari көлігі. Осы жерде әр кезек-кезеңмен табылғандай осы жазып қоймыз. Мысалы, Ferrari сөзінде бізде A әріпі қызылмен беріп тұр. Бірінші Ferrari A әріпін жазып қоямыз. Next, the second, a terrible invention, сұмдық өнер туындысы, бұл the bomb, яғни бомба. B әріпін келесі бос орынға жазсаңыздар болады. Next, a popular actor, танымал актер, Санжар Мадиев. A boring color, қызықсыз түс, gray. An interesting country, қызықты қала, Перу. A difficult sport, қиын спорт, golf. A cheap meal, арзан тағам, самса. An easy problem, оңай проблема, 2 plus 2. A great invention, тамаша керемет туынды, the computer. An unpopular animal, танымал емес жануар, a rat, крыса дейміз ғой. Осымен бізде қандай құпия сөз шықты? A big poster деген сөз, құпия сөз шығады сіздерде. Бірінші жаттығу бойынша. Next, exercise 2. Look at the adjectives in exercise 1 and find 5 pairs of adjectives. Then listen and check. Яғни осы бірінші жаттығудағы мынау сын есімдерді несімен қарама-қарсы антонимдерін тауып жаз дейді. Мысалы, expensive, cheap. Cheap, expensive, қымбат, cheap, арзан деген сияқты. Ары қарай terrible, great, popular, unpopular, boring, interesting, difficult, easy деген сияқты антонимдерді құрастырса болады. Next, exercise 3, test your partner. Досыңды тексер дейді. What's the opposite of expensive? Яғни жаттығуды жасап болғаннан кейін барып, сіз досыңызбен жауаптарын салыстырсаңыздар болады. Яғни opposite деген, яғни қарама-қарсы деген сөз, антонимі дейміз. Expensive сөзінің антонимі қандай? Ол кісі cheap деп айтса, correct жауап берсеңіз болады. Яғни дұрыс емес болса, wrong деген айтсаңыздар болады. Wrong деген, яғни қате деген сөз.
тура өстіп басқа да сөздерді жасырсаңыздар болады. Next, exercise 4. Яғни ары қарай 4-5 жаттығу бізде a және де n артикліне байланысты берілген. A және де n артиклін біз зат есімдермен қолдана аламыз. Екеуінің айырмашылығы қандай? Мысалы, exercise 4. Look at the examples and complete the rules with a and n. Төмендегі берілген мысалдарды қарап отырып, ережені толықтыр дейді. Мысалы, an interesting country, қызықты ел, a new teacher, жаңа мұғалім. N және де n артиклінің қолдануының айырмашылығы не? We use exercise 4. We use n before words which begin with vowels. Яғни дауысты дыбыс a, e, o, u сияқты дауысты дыбыспен басталатын сөздердің алдында біз n артиклін қолданамыз. We use a before words which began with consonants. Дауыссыз, яғни b, c, d, f, g дауыссыз дыбыстар көп ағылшын тілінде, басқа да. Осындай дауыссыз дыбыспен басталатын сөздердің алдында біз a артиклін қолданамыз. Мысалы, a new teacher. Келесі жаттығуды орындайтын болсақ, exercise 5. Complete a 1 to 8 with a o n. Төмендегі берілген сөз тіркестерін артиклмен толықтыруымыз қажет. Exercise 5. The first, easy. Бұл жерде easy деген сөз дауысты дыбыспен басталып тұрғандықтан біз n артиклін қолданамыз. An easy word in English. Ағылшын тіліндегі қиын сөз. Оңай сөз. The second, cheap car. A cheap car, арзан көлік. The third, a great city, тамаша қала. Fourth, an old actor. An unpopular song, танымал емес ән. A fast animal, жылдам жануар. The seventh, an interesting game, қызықты ойын. A boring color, қызықсыз түс, іш пыстырарлық түс деп айтсаңыз болады. Және де осы сөз тіркестермен 6-шы жаттығуды орындасаңыздар болады. Exercise 6. Think of things for 1 to 8 in exercise 5, then play a guessing game with your partner. Have 3 guesses. Осы 5-ші жаттығудағы сөз тіркестер пайдалана отырып, сыныбыңызда жасырынбақ ойын ойнасаңыз болады. Яғни сіздер жасырасыздар. Мысалы, it is an easy word in English. Ол ағылшын тіліндегі оңай сөз. I think it's a cat. Мен ойлаймын, мысық. Егер дұрыс болса, yes, that's right, дұрыс. Жоқ болса, no, try again. Жоқ, қайтадан байқап көр деген сияқты жауап берсеңіздер болады. Мысалы, сіз айта аласыз, it is a cheap car. Ол арзан көлік. Содан сыныптастарыңыз maybe, мүмкін деп неше түрлі көлік атауларын айтады. Сіздер ойыңыздағы дұрыс болса, yes, that's right, жоқ болса, no, try again деп ары қарай сөйтіп ойынды жалғастыра бересіздер. Осымен бүгінгі сабақта біз 12-13 беттегі жаттығулардың жасалу жолымен танысып болдық. Егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер, және де каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі сабағымыз Ever Page About Clubs for Young People деп аталады. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.